Жарықтар өшіп, қараңғылық басқанда құнды жәдігерлер сақталған музейге саяхат жасауға қалай қарайсыз? Бүгін біз музей түні акциясы жайлы айтамыз. Ендеше Алмалыдан Алматыға сапарымызды бірге тамашалайық. Ұлы жібек жолы кезеңіне қош келдіңіздер. Меніңше Алматының ежелгі атауымен сәйкестендірілген Алматы жәрмеңкесіне келдім, солай ма? Иә, дәл солай. Ұлы жібек жолы бойымен бізге даршын, жанжабіл, күнжіт, шай, күріш, ноқат, інжір. Орта ғасырдағы саудагер қыздардан тауар сатып алсам деу, ендеше матаның құны қанша? Матаның құны 5 дирхем. Не кейіңіз? Матаның құны берсем. Жетісу этнография залының екінші кезеңі ұлттық киімдер мен зергерлік бұйымдар залына келдік. Рахмет! Ендеше бұйымдармен таныстырайық. Бұл жерде кісе белдік, және үзеңгі, торсық, құмыра. Олай болса, зергерлік бұйымдармен танысайық. Бұл жерде 20 ғасырдағы әйел адамдар таққан зергерлік бұйымдар, яғни бұл жерде шашпау, алқа, жүзіктер, сонымен қатар шашақты сырғалар, және де әжеміз сізге таққан бұл шашпау да 20 ғасырға жатады. Добро пожаловать в город Верный. Верный қаласына қош келдіңіздер. Біздің музейдің ғимараты осы Верный кезеңінде 1892 жылы салынды. Архитектор Гурде. Бұл залдағы жәдігерлер Верный қаласында өмір сүрген атақты адамдарға тиесілі. А данный арифмометр принадлежал местному. Мысалы, мына арифмометр жергілікті топограф Соколовқа тиесілі. Ол 1623 жылы Вильгельм Шикардом ойлап тапқан есептеуіш машинаны математикалық есептерді шығару үшін қолданды. Күнімдей, таңымдай маған келесің. Ретро Алматыға қош келдіңіздер. Келесі біздің витринада КСРО-ның халық әртісі Ермек Серкебаевтың жеке кешені деп аталады. Бұл кешенде ең қызығы Ермек Серкебаевтың өзінің алған медальдары, яғни орден кітапшалары, диплом лауреаттары барлығы түпнұсқа күйде сақталған. Және де әр елден алған сувенирлері, яғни сыйлықтары, сый-сияпаттары, және де өзінің альбомы және көзіне тартқан ашқида біздің витринадан көруге болады. Бүгінгі Алматы музейіндегі Алмалыдан Алматыға атты акциямен толық таныстық, ал қосымша қандай іс-шара ұйымдастырылды екен, бірге көрейік. Көрме залында арнайы шеберлік сағаттары өтіп жатыр. Мысалы, Сәтпаев университетінен келген Жеңіс Нұртасұлы сурет салу өнері бойынша білгенімен бөлісуде. Сондай-ақ келушілер үшін шеберлер арнайы құш құмыра жасау және зергерлік бұйымдар жасау өнерімен таныстырып жатыр. 1977 жылдан бері әлемнің 100-ден аса мемлекеті бұл күнді мереке ретінде бекітіп музей түнін ұйымдастырады. Ал елімізде алғаш рет 2006 жылы орталық музейде атап өткен еді. Ал бүгінде еліміздегі барлық мұражайда музей түні акциясы өтіп жатыр. Әсемән тұнып тұрған тарих бәрі музей түнінде, ендеше келер жылы сіздер де келіңіздер. Рахмет!